Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін өте дәмді творожный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 90 грамм сахарный пудрамыз және 90 грамм бөлме температурасындағы сары майымызды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Осылай барлығы біркелкі араласқан соң, бір жұмыртқаның сарысын салып миксермен тағы да араластырып аламыз. Одан кейін осы массамызға күнжіт, разрыхитель және миндальный мукамызды салып, барлығын венчикпен араластырып аламыз. Миндальный мука болмаса, кәдімгі ұнды қоссаңыз болады. Бірақ миндальный мука пирогтың дәмін өте ерекше дәмді қылады. Оның ішіне күнжіт қосылғасын, вообще ауызда ериді, өте керемет болады. Венчикпен жақсылап араласқан соң, аз-аздан ұнымызды салып, майымызбен барлығымен жақсылап илейміз. Жұмсақ қылып илейміз, өте жұмсақ. Менің формамның диаметрі 24 см. Мен осыған қолмен барлық тестімді жайып шықтым да, одан кейін начинкамды жасауға кірістім. Начинкамызға творог, жұмыртқа, секер, кукурузный крахмал, сливки барлығын блендермен осылай жақсылап араластырып алдым да, дайын тұрған формамдағы тестімнің үстіне салып, қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағатқа пісіріп алдым. Духовкадан алған соң, суытып алып, тоңазытқышта 2-3 сағатқа қойсаңыздар, өте керемет болады. Біздің үйде балапандар шыдай алмай, мен тек қана 1 сағатқа қойдым. Сондықтан беті толықтай қатып үлгерген жоқ, бірақ дәмі өте дәмді ерекше. Үйдегілердің барлығына қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Рахмет, менімен болғандарыңызға ас болсын.